Нөмірі 54-ші Нұрай балабақшасында Астана қаласы әкімдігінің балаларға қосымша білім беру, оқу әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен әлемді тану, жасанды интеллект арқылы зерттеу атты тақырыбында қалалық семинар өткізілді. Нөмірі 54-ші Нұрай балабақшасының базасында жасанды интеллектіні педагогтардың жұмысында қолдану мақсатында оқыту семинары өткізіліп жатыр. Нұрай балабақшасы және бірнеше балабақша білім басқармасының бұйрығымен осы жасанды интеллектіні қолдану бойынша эксперименттік алаң болып табылады. Осы біз бүгін эксперименттік алаңның бір іс-шарасы ретінде 5 балабақша бірігіп, бүгін қала бойынша қалалық оқыту семинарын өткізіп жатырмыз. Іс-шара барысында қатысушылар заманауи білім беру үрдісіне инновациялық тәсілдерді енгізудің маңыздылығына ерекше тоқталды. Тәжірибелік бөлімдерде тәрбиешілер жасанды интеллект көмегімен оқу материалдарын әзірлеу, балалардың қиялын ұштау және қызығушылығын арттырудың тиімді жолдарын көрсетті. Семинар бағдарламасы мазмұнды әрі қызықты тақырыптарға толы болды. Жиі тапсырмалары, байқап көр, үйрен, қолдан, түстер сөйлейді, сурет бойынша әңгіме құрастыру сынды бөлімдер балалардың шығармашылық әлеміне жаңа серпін беретін тың идеялармен ерекшеленді. Сонымен қатар ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс істеуде жасанды интеллекттің мүмкіндіктері де кеңінен қарастырылды. Бүгінгі семинарымыз осы балабақша аясында жүргізіліп отыр. Нақты біздің эксперименталдық алаң бойынша бұл эксперименталдық алаңға 5 балабақша қатысады. Яғни мектепке дейінгі білім беру ұйымдары осы жасанды интеллектті балабақшада қалай қолдану арқылы іске асыруды бүгінгі педагогтармен іс-тәжірибе алмасып жатырмыз. Ол біздің Астана қаласы әкімдігінің 83, 93, 95, 23 және осы 54-ші балабақша. Семинар соңында қатысушылар өзара пікір алмасып, алынған тәжірибені күнделікті жұмыс барысында тиімді қолдануға дайын екендіктерін білдірді.